Hello everyone, today with you Agiri, and we will learn how to ask questions in present simple with question words. Today is day 7. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім, және біз бүгінгі сабақта present simple шағында сұраулы сөйлемдерді сұраулы сөздермен немесе сұраулы сөз тіркестерімен құрастыруды үйренеміз. Кейде біз сұраулы сөйлемде сұраулы сөздер мен сөз тіркестерді қолданамыз. Бұл әңгімелесушіге дәлірек және дұрыс сұрақ қоюға көмектеседі. Мұндай сөздерге келесі сөздер жатады. What, не, why, неге, when, қашан, where, қайда, how, қалай, how often, қаншалықты жиі. Басқа шақтардағы сияқты бұл сөздер сөйлемнің басында, яғни present simple сұраулы құрылымының алдында орналастырылады. Сұраулы сөздер мен сұраулы сөйлемнің құрылымына қарайық. Ең алдымен бізде what, why, when, where, how often сұраулы сөздері немесе сұраулы сөз тіркестері қойылады. Кейін do, does көмекші сөздері, кейін зат есімді және етістікті қоямыз. Бұл құрылымға байланысты мысалдарды қарастырып көрейік. Do you work? Сен жұмыс істейсің бе? Where do you work? Сен қайда жұмыс істейсің? Does your daughter cook? Сенің қызың тамақ жасайды ма? Ал енді сіздер қаншалықты жиі сенің қызың тамақ жасайды деген сұрақ жасағыларыңыз келсе, How often does your daughter cook? Енді сіздермен бұл сұрақтарға жауап беруді үйренейік. Егер де сіздерге сөйлемдерде сұраулы сөздермен немесе сұраулы сөз тіркестерімен құрастырылған сөйлемдер келетін болса, бұл сұрақтарға толық жауап қайтару керек. Мысалы, where do you work? Сен қайда жұмыс істейсің? Бұл сұраққа толық жауаппен I work in an office. Мен кеңседе жұмыс істеймін. Немесе How often does your daughter cook? Қаншалықты жиі сенің қызың тамақ жасайды? Бұл сұраққа She cooks every day. Толық жауап береміз. Ол күн сайын тамақ жасайды. Ал енді біз сіздерге сұрақтар дайындадық. Where do you live? When do you work? Why do you study English? Осы сұрақтарға жауаптарларыңызды комментарийге жазыңыздар. Біз күтеміз. Thank you very much. Thank you for your attention. Goodbye.